Баршаға сәлем. Күйеуімді коллективі үлкен тойына шақырған болатын. Мен оны естіп қоямын да, күйеуіме айтамын, мен де барайыншы деп. Күйеуім жоқ, ұят болады. Тек қана коллективтерді шақырды ғой дейді. Содан әрі-бері жүгіріп осылай билеп, әрең көндірем ғой. Осылай еріп барған дұрыс па, бұрыс па білмедім. Бәрібір енді әйелі бар адам ғой. Еріп бара бергенде ұят жоқ деп ойлаймын. Мәз болып шықтым. Менің бір жаман қасиетім, жолды көтере алмаймын. Өтіріктен ұйықтап қалам осылай. Өйтіп Қостанайға да келдік. Кешіктік деп асығып келсек, той әлі басталмаған екен. Адамдар абыр-сабыр келіп жатыр. Фотозонасы өте үлкен, әдемі. Тәтті мен шай ішетін жері бөлек екен. Жастардың тәтті торты. Той бастар осындай. Ал тойымыз басталды. Тамадамыз осылай ерекше болып шықты. Энергиясы толып тұр екен. Бірінші жаңа құдаларды осылай қарсы алдық. Сосын жастар осылай жоғарыдан ерекше болып шықты. Біріншіге ыстық тамақ 5 бармақ, сосын туысқандар тілек айтты. Мынау біздің дастарханымыз. Не жеймін десең соның барлығы бар ғой. Енді бәрінен жаймен дәм тату керек. Ет, салат, самса, бауырсақ, сок, барлығын араластырып ізбес тыға бердім. Сосын кішкене босатып алайын деп билеп алдым. Содан кейін тамадамыз бірдемелер көрсетіп жатыр әйтеуір. Арасында осындай керемет қыздар биледі. Одан кейін би жарысы болды. Той осысымен қызық қой. Папа мамасының класстастары ауызбіршілікті және өте көп екен, қараңыздаршы. Сосын жастардың торты келді. Одан кейін осындай қыздарымыз да биледі, енді барлығы осы кісілерге қарап отырды. Екінші ыстық тамағымыз да келіп қалды. Содан кейін жастардың алғашқы вальсі. Сосын достары осылай ерекше болып шықты. 100 теңгең болғанша 100 досың болсын деп тамада бір мақтап қойды. Достарым әнімен тойды осылай аяқтады.